тыңдасаңыздар. Бірінші тыңдайтындарыңыз Мақаншы ауданы бойынша Қайырлы күн, әріптестер. Орта мектебі Бақша коммуналдық мемлекеттік Енді менің авторлық. Бастай беріңіз. Менің авторлық жұмысым, яғни мектепте ағылшын тілін оқытуда төбе етістігінің қолдануы. Бұл бағдарламаның мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Basic English Skills бөлімі бойынша оқушылар ағылшын тілінің негізгі грамматикалық құрылымдарын меңгереді. Екінші бөлімде Building Dialogue Skills, яғни бұл бөлімде оқушылар ағылшын тілінде диалог құру дағдыларын дамытып, олар сұрақ қою, жауап беру, келісу және келіспеу, ұсыныс жасау сияқты коммуникациялыққа біліктіліктерін жетілдіреді. Енді үшінші бөлімде Expanding Vocabulary Through Dialogue, яғни бұл бөлімде оқушылардың сөздік қоры кеңейіп, диалогтарды қолданылатын жаңа сөздер мен тіркестерді меңгеруге бағытталған бұл бөлім. Яғни ең төртінші бөлімде Final Speaking Test құрылған, яғни ауызша тест. Онда оқушылар жәнегіде сөйлеу дағдыларын көрсетеді. Ең соңғыда Program Summary and Feedback, бұл құралда ең соңғы құралдың бөлімінде қорытындылау және оқушылардың оқу жетістіктері бағаланады. Төбе етістігі жайлы айта кетсек, төбе етістігі оқу аудиториясы бастауыш сынып болғандықтан, бұл өте күрделі етістіктердің бірі. Қазақ тілдермен салыстырғанда, мысалы, төбе етістігі қолдану өте қиынға соғады. Сондықтан ағылшын тілінде өте қиынға соғады. Сондықтан бұл төбе етістігі әр есімдіктің алдында жіктеп қолданылады. Яғни ол жай ғана негізгі етістік емес, қосымша етістік ретінде де қолданады. Бастауыш сынып оқушылары осы құрал арқылы, яғни өздері сөйлем құрап үйренеді. Яғни өзектілік, ғылыми жаңалығы бұл жұмыстың тақырыпқа, талаптарға сай құрастырылған. Яғни оқу әдістемелік құрал авторлары жұмысты құрастыру барысында, яғни білім беру жүйесінде болып жатқан жаңашылдықтың бәрін ескердік деп ойлаймын. Осы құралда көптеген мекемелерде, 3-4 мекемеде апробациядан өткізілді. Өзектілігі осы мектепте ағылшын тілін оқытуда төбе етістігін қолдануы оқу әдістемелік құрал ретінде оқушылардың коммуникативтік даму біліктілігі артады деп ойлаймын. Сонымен қатар қызығушылығын ұйымдастыруға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Және де жалпы білім беретін мектептерде пәнді меңгеруде оқушының білімін, оқу дағдыларының заманауи сипатын дамыту, тиімді тәсілдерін үйрету жолдары жоспарланды. Енді бұл төбе етістігі құрал көптеген жаңаша білім алады деп ойлаймын. Бастауыш сыныптағы оқушыларға өте тиімді құрал болғандықтан, мен 29 жылдық тәжірибеме сүйене отырып, өзім құрастырдым бұл әдістемелік құралда. Тест жұмыстары, жаттығу жұмыстарын ескердім. Енді өте тиімді деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Келесі тұрма? Айып бойынша естілді. Рахмет. Айтжанова Фарида Бақтабековна. Нас будут
Сәлеметсіздер ме? Мен Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің Сарыарқа жалпы орта білім беретін мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Айтжанова Фарида Балтабековна. Менің бүгінгі сіздерге ұсынатын авторлық бағдарламамның тақырыбы сөйлеу дағдысын қарқынды дамыту құралы ретінде ағылшын тілі сабақтарында жасанды интеллект бағдарламаларын пайдалану. Яғни осы кезде неліктен оқушылар грамматиканы біледі, бірақ сөйлей алмайды деген сұрақ келеді. Яғни біз ағылшын тілін жылдар бойы оқытамыз, оқиды, оқушыларымыз ережелердің барлығын біледі, тесттерді тапсырады, бірақ бір сұрақ қойылса үнсіз қаламыз. Неге? Себебі бізге сөйлесетін серіктес жетіспейді, яғни сөйлесетін орта жетіспейді. Және сол сұраққа жауап берейін десе, баланың бойында қорқыныш сезім тұрады. Қазір бірдеңкені қатты айтып қоям ба деген. Немесе қазір бір сөзді дұрыс айтпасам, басқалар күле ма деген ұялшақтық сезім тұрады. Яғни осы кедергілерді жою үшін бізге жаңа әдістер мен жаңа құралдар қажет. Ол не десеңіздер, ол жасанды интеллект деген келеді. Яғни жасанды интеллект дегеніміз не? Жасанды интеллект бұл сіздің жеке ақылды көмекшіңіз. Ол тіл үйрену процесін жеңілдетеді. Ол сіздің айтқаныңызды мұқият тыңдап, сөздеріңізді талдайды. Ол сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп, диалогты ары қарай жалғастырады. Яғни ол сіздің қателіктеріңізді түзетіп, қателіктеріңізді байқап, оларды түзетуге көмектеседі. Яғни жасанды интеллект бұл жай ғана технология емес, бұл оқушыға бейімделетін цифрлық мұғалім. Яғни ол ұрыспайды, ол бағаламайды, ол жасанды интеллект тек оқушыға сөйлесуге мүмкіндік береді және оқушылардың сенімділігін арттырады, тілдік кедергіні жоюға көмектеседі. Енді ағылшын тілін үйренуге арналған жасанды интеллект құралдарына тоқтала кетейік. Бұның ішінде ChatGPT. Яғни ChatGPT кең ауқымды диалогтарды жүргізеді, мәтін жасауға және грамматикалық қателіктерді түзетуге қабілетті. ElzaSpeak айтылуды жақсартуға арналған арнайы бағдарлама. Ол оқушылардың айтылуындағы бағалап түзетулер береді. Одан кейін Google Gemini. Google'дан шыққан жаңа жасанды интеллект моделі, яғни мәтіндік және дауыстық диалогтарды қолдауға өте тиімді. Одан кейін Voice Assistant, ол Siri, Google Assistant сияқты дауысты көмекшілер күнделікті тілдік практика үшін тамаша құрал болып табылады. Яғни осы жайлардың барлығы оқушыға нақты сұрақ қояды, диалог жүргізеді және ең бастысы оқушыны сөйлетеді. Олар оқушыларға өз бетінше үйренуге мүмкіндік береді және өз бетінше сөйлеу дағдыларын үнемі жетілдіріп отыруға мүмкіндік береді. Енді осы жасанды интеллектті сабақта қолдану әдістеріне тоқтала кетсем, role play, яғни рөлдік ойындар. Оқушылар осы жасанды интеллектпен әртүрлі рөлдерде сөйлесе алады. Яғни журналист, дос, дәрігер деген сияқты. Daily speaking, күнделікті сөйлесу, күнделікті қысқа диалогтар арқылы оқушылар үнемі практика жасайды және осы жасанды интеллект оларға тақырыптар ұсынып сұрақтар қояды. Situation dialogue, яғни ситуациялық диалог. Жасанды интеллект ситуациялар жасап, оқушыларға сол жағдайларда қалай әрекет ету керектігін сұрайды. I'll interview, яғни жасанды интеллект сұхбаты. Бұнда жасанды интеллект виртуалды сұхбат беруші ретінде жұмыс істейді. Яғни жасанды интеллект дегеніміз бұл тірі тіл. Яғни оқушы жасанды интеллекті арқылы әртүрлі рөлдерде сөйлесе алады және осы жасанды интеллект оқушылардың тілдік дағдыларын дамытып, қана қоймай олардың шынайы өмірге деген коммуникацияға дайындайды. Енді жасанды интеллекттің нәтижелері: confidence, яғни сенімділік. Осы жасанды интеллектпен тұрақты практика жасай отырып, оқушылардың өз тіліне деген сенімділігі артады. Яғни қателерді түзету мүмкіндігі олардың еркін сөйлегенін ынталандырады. Vocabulary, яғни vocabulary сөздік қор. Әртүрлі тақырыптағы диалогтар арқылы оқушылар жаңа сөздер мен тіркестерді меңгереді. Бұл олардың сөздік қорын молайтады. Fear, яғни қорқыныш. Қате жасаудан қорықпай сөйлесу мүмкіндігі оқушылардың тілдік кедергісін жояды, яғни қорқыныштары азаяды. Fluency, еркін сөйлеу, яғни тұрақты сөйлеу практикасы оқушылардың тілді еркін меңгеруіне және олардың ойларын жылдам жеткізуіне көмектеседі. Енді жасанды интеллект бұл мұғалімді алмастыра алмайды, тек қана мұғалімнің жұмысын жеңілдетуге көмектеседі. Яғни жасанды интеллект керісінше мұғалімнің рөлін одан да
маңызды ете түседі. Өйткені бұл жерде мұғалім жетекші, мұғалім мотиватор, мұғалім бағыт беруші ретінде болады да оқушылардың жасанды интеллектпен тиімді жұмыс істеуіне көмектеседі. Енді қорытындылай келе, біз осы жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, біз тіл үйрену кезінде жаңа деңгейге көтеріле аламыз, және оқушылардың бойындағы қорқыныштарды, оқушылардың бойындағы кедергілерді азайтып, олардың еркін сөйлеуіне құштарлықтарын оята аламыз. Сіздерді осы жасанды интеллектпен жұмыс істеуге шақырамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, келесі. Аянбекова Бақытгүл Дәулетханова. Мен өзімдікін алып келіп отырмын ғой. Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Аянбекова Бақытгүл Дәулетханқызы, Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің Еркеғали Рахматов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ағылшын тілі пәні мұғалімімін, педагог, сарапшы. Менің сіздердің назарларыңызға бүгін 9 сыныптың жаратылыстану математикалық бағытына арналған ағылшын тілі сабағына ағылшын тілі сабағында тілдік құрылымдардың грамматикалық ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді пайдалану атты авторлық бағдарламаны ұсынып отырмын. Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, білім туралы заңына және жаңартылған білім мазмұнына сәйкес әзірленген. Жалпы бағдарлама оқу жоспарының вариативті бөлігінде элективті курс ретінде ұсынылады. Аптасына 1 сағат, жылына 34 сағатқа жоспарланған. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың ағылшын тіліндегі күрделі грамматикалық құрылымдарды терең меңгеруіне жағдай жасау, оларды сөйлеу, жазу және тыңдалым үдерісінде тиімді қолдану арқылы тілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту. Енді бағдарламаның міндеттеріне келетін болсақ, оқушыларға шақтар жүйесін, яғни present, past, future, perfect, continuous шақтарды түсіндіріп, сөйлемді дұрыс қолдану дағдысын қалыптастыру, модаль жетістіктер мағынасы мен қолдану аясын меңгерту, шартты сөйлемдердің бірінші, екінші, үшінші типтері, олардың құрылымын, қызметін және практикалық қолданысын үйрету, төл сөз бен төлеусөз құрылымын түсіндіріп, сөйлеу және жазу барысында орынды қолдану дағдыларын дамыту. Сонымен қоса, етістердің түрлерін, ырықты және ырықсыз етіс формаларын салыстыра отырып, нақты жағдаяттарда қолдануға машықтандыру. Зат есім, сын есім, түстеу, есімдіктердің сөйлемдердегі қызметін ажыратып, мағыналық ерекшеліктерін орынды пайдалануға бағыттау, және сөйлем құрылымына грамматикалық және синтаксистік талдау жасау арқылы тілдік сауаттылықты арттыру. Сонымен қоса, ағылшын тілінің грамматикасын функционалды коммуникативтік тұрғыда қолдана отырып, оқушылардың тілдік әрекетте еркіндігі мен сенімдігін дамыту. Енді бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі заманның талабына сай ағылшын тілі тек пән ретінде ғана емес, халықаралық қарым-қатынастың, ғылым мен технологияның, бизнес пен білім алмасудың маңызды құралына айналғаны баршамызға мәлім. Енді грамматикалық құрылымды терең меңгерту оқушылардың шынайы өмірде, болашақ кәсіби ортада және халықаралық ортада тиімді тілдік әрекет етуіне негіз болады. Осы бағдарлама Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылған үштілділік саясаты және жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқушылардың тілдік сауатын тереңдетуге бағытталған маңызды қадам болып табылады. Енді бағдарламаның педагогикалық және психологиялық жаңалығы. Педагогикалық жаңалығы бұл жерде бағдарлама ағылшын тілі грамматикасын функционалдық негізде меңгертуге бағытталған. Яғни грамматикалық ережелер оқушылардың тілдік әрекетте, яғни сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу сияқты дағдыларына нақты мақсатқа жету үшін қолдану, яғни осы дағдыларды қалыптасумен ерекшеленеді. Дәстүрлі жаттығулардан гөрі жағдаяттық тапсырмалар, рольдік ойындар, мини-жоба, дебат сияқты әдістер басымдыққа ие болып табылады. Енді психологиялық жаңалығына тоқталатын болсақ,
Бағдарлама жасөспірім кезеңнің психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың логикалық және сыни ойлауын дамытады. Пікір айту, дәлел келтіру, өз ойын сенімді жеткізе білу қабілеттерін қалыптастыруға жағдай жасайды. Оқушының тілдік қорын дамыту арқылы өзін-өзі дамыту, өзін-өзі таныту, яғни мотивация мен өзіндік бағалау механизмдерін іске асырады. Күтілетін нәтиже қандай? Күтілетін нәтиже ағылшын тілінің шақтарын, яғни simple, continuous, perfect еркін ажыратып, сөйлемде дұрыс қолдана алады. Модаль жетістіктердің мағынасы мен қызметін нақты жағдаяттарда орынды қолдана алады. Одан кейін бірінші, екінші, үшінші типтегі шартты сөйлемдерді дұрыс құрып, сөйлеу әрекетін тиімді пайдалана алады. Төл сөз бен төлеу сөзге айналдырудың грамматикалық құрылымдарын меңгеріп, жазбасы және ауызша түрде дұрыс қолдана алады. Одан кейін пассив етіс формаларын, яғни present, past, future, пассивті нақты контекстте тиімді пайдалана алады. Зат есім, сын есім, үстеу есімдіктердің сөйлемдегі рөлін талдап, грамматикалық үйлесімділігін сақтап қолдана алады. Одан кейін құрмалас сөйлемдердің құрылымын түсініп, күрделі синтаксистік құрылымдарды өз ойын білдіруде қолдана алады, және грамматикалық құрылымдарды коммуникативтік мақсатта сөйлесу, пікірталас, презентация, эссе жазу сияқты тапсырмаларда сенімді әрі сауатты қолдануға машықтанады. Енді бағдарламаның құрылымына келетін болсақ, бағдарлама жалпы көлемі жаңа айтып өткендей аптасына 1 сағат, жиын 34 сағат, негізгі 4 бөлімнен құралады. Бірінші бөлім грамматикалық шақтар мен негізгі құрылымдар, бұнда 5 сағатқа бөлінген. Бұнда барлық шақтар формалары, пассив етіс және сөз жасам қарастырылған. Екінші бөлім баяндау және сөйлеу модальдік құрылымдары 9 сағатқа жоспарланған. Бұнда reported speech, indirect question модаль жетістіктер қамтылған. Үшінші бөлім грамматикалық күрделі құрылымдар 11 сағатқа. Енді қорыта келгенде, бұл авторлық бағдар